Баршаңызға қайырлы күн достар. Өзім әрдайым жасайтын рецепт бойынша сіздерге палаудың жасалу жолымен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші қажетті еттерімізді суынан осылай салфетканың көмегімен сырғытып, құрғатып аламыз. Одан кейін қызып тұрған қазанға майымызды құйып, еттеріміздің бір жақ бөлігін қып-қызыл болғанша қуыратын боламыз. Егер еттеріңіз тұздалмаған болса, дәл осы кезде бетіне тұзды сеуіп, ары қарай қуыра береміз. Және де бір беті жақсы осылай қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін, келесі бетіне аунатып, келесі бетінде қуыратын боламыз. Етіміздің екі жағында әдемі етіп осылай қуырғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуыратын боламыз. Яғни отымыздың астын жай қойып, қазанның бетін жауып қуырамыз. Сәбізді дәл осы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Яғни қатты майда немесе қатты үлкен емес, орташа үлкендікте турайтын боламыз. Біздің пиязымыз етпен осылай әдемі болып қуырылып жатқан кезде үстіне жаңағы турап алған сәбізімізді де салып, жақсылап араластырып, оны да жай отта қуыратын боламыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Еттің қасына салатын шұжығымды суды құйғаннан кейін осылай инемен тесіп, ауасын шығарып, содан кейін барып суға салып, оны да бірге етпен бірге пісіретін боламын. Суымыз бір қайнағаннан кейін газдың астын жай қойып, оны жай отта пісіреміз. Одан кейін зира және де кептірілген барбарис салатын боламыз. Осылай біздің суымыз жарты немесе 40 минуттай қайнағаннан кейін алдын ала жуып тазартып алған күрішімізді де саламыз. Күріштің аты лидер деп аталады. Мен әрдайым осы күрішпен дайындаймын. Өте жақсы, бір дайындағаннан шығады. Күрішті салғаннан кейін бір немесе 1,5 сантиметрдей осылай біздің суымыз бетіне шығып тұру қажет. Және де сарымсақтарымызды да осы күрішке батырып осылай қойып қоямыз. Ол да әдем болып пісуі қажет. Палау дайындаудың ең басты фишкасы біз күрішімізді салғаннан кейін газдың астын барынша қатты қоюымыз қажет. Сол кезде біздің суымыз тартылып, күріштеріміз бетіне шығады. Осы кезде біз газдың астын жай қойып, қазаннан буы шықпас үшін осындай орамалдармен жауып қоятын боламыз. Сол кезде өз буына өзі әдемі болып піседі. Шамамен жай отта 30 минуттай пісіріп, енді көреміз. Міне осылай суы тартылып, өте әдемі шашыраңқы палау пісті. Енді бетіндегі біз бағана салған біздің чесногымызды және де астындағы еттеріміздің барлығын бөлек ыдысқа алатын боламыз. Еттеріміздің барлығын түгелімен алып болғаннан кейін біздің палауды астын барлығын бір келке етіп араластырып бетін жауып қойып қоямыз. Жаңағы біздің еттерімізді сүйектерінен ажыратып тураймыз. Шұжығымызды да бір келке етіп әдемілеп турап дайындап қоямыз. Енді өз буы өзінде сақталып, ыстық болып тұрған палауымызды ыдысқа салатын боламыз. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, WhatsApp, Instagram желісінде осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бетіне жаңағы етімізді, шұжықтарымызды және де сарымсағымызды барлығын жақсылап орналастырып шығамыз. Үнемі осы әдіспен жасаймын. Біздің отбасымызға өте қатты ұнайды.
сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Және де ең бетіне осылай укроп пен пияз араластырып себетін боламыз.